Сәлем барлықтарыңызға. Достар, қалдарыңыз қалай? Достар, білесіздер, өздеріңіз бізде тамаша бір курс жүріп жатқандығын барлықтарыңыз енді хабардарсыздар ғой. Қытай тауарларына қатысты және жарнамаға қатысты бізде трендсеттер деп аталатын курс жүріп жатыр. Трендсеттер дегеніміз ол тренд қалыптастырушы адам деген сөз ғой. Тренд деген тренд, сеттер деген қою, жасау, қалыптастыру деген мағынаны білдіреді. Соның зат есімі. Курсымыздың аты трендсеттер. Сол бойынша сіздерге бүгін қысқаша анонс жасап кеткім келеді. Курстың 3-ші тобы, алла амандығын берсе, 20 қазаннан кейін басталады. Курстың ұзақтығы 3 апта. 2 блоктан тұрады сабақтар. Қытай блогы болады және маркетинг блогы болады. 6 онлайн сабақтан тұрады, яғни 3 сабақ Қытайға қатысты, 3 сабақ маркетингқа қатысты. 3 сабақ өтеді. Әр сабақтан кейін жеке-жеке бір практикалық сабақтар болады. Яғни сабақтар бізде сенбі және жексенбі күндері болады, негізгі сабақтар. Сол сабақтардан кейін сәрсенбі күнің кешінде, яғни келесі сәрсенбіде кешкі сағат 8-де бізде практикалық сабақтар болады. Тікелей эфирде болады барлығы. Сұрақ қоюыңызға болады. Барлығын сол жерден реттеп алуыңызға болады. Онлайн сабақтар сенбінің таңында болады, сағат 10-да басталады, 3 сағатқа созылады. Сәрсенбіде практикалық сабақ, қатемен жұмыс, сұрақ жауап деген нәрсе болады. Жалпы Қытай бөліміне шолу жасайтын болсақ, алдымен Қытай сайттарына тіркелу. Оның ішінде ең маңызды сайт 1688 сайты және қалған Taobao, JD.com, Tmall сияқты сайттарға және кейбір сервистерге шолу жасалады. Артықшылығы, кемшілігі жеке-жеке түсіндірілетін болады. Бірақ біздің ең басты жұмыс істейтін сайтымыз ол 1688 сайты. Яғни біз Қытай сайттарына сараптау жасаймыз міндетті түрде. Одан кейін ең тиімді жұмыс жасайтын сайтты сіздерге ұсынатын боламыз. Ол әрине 1688.com сайты. Ол сайттың артықшылықтарын түсіндіреміз. Және осы сайттың ішіндегі ең маңызды деген 2 бөлім бар. Сол бөлімнен сіз күнделікті, күндік, апталық, айлық тренд тауарларды қарай аласыз, анализ жасай аласыз және статистикаларын қарап отыра аласыз. Бұл өте маңызды, себебі бұл сайттан әлем бойынша бізде тауар алатын барлығымыз білеміз, хабардармыз. Сол әлем бойынша өтіп жатқан ең маңызды тренд тауарларды қарауға болатын бөлімдер бар. Сол бөлімдерді біз сіздерге үйретеміз, сол бөлімдерге доступ алып береміз. Ол бөлімдерге сіз өздігіңізден доступ ала алмайсыз. Біздің мақсатымыз сіздерді эксперт ретінде қалыптастыру. Яғни 1688 сайтындағы ең үздік тренд тауарлар, яғни хит болады деген тауарларды сараптама жасау арқылы Қазақстанға алғашқылардың бірі болып кіргізуге итермелеу негізгі мақсатымыз. Одан кейін сіздерге міндетті түрде төлем жүйесін түсіндіретін боламыз. Қауіпсіз төлем жүйелерін көрсетеміз. Және ең маңыздысы, біз осы уақытқа дейін бірнеше рет айттық, 1688.com сайтына сіз өзіңіз төлем жасай алмайсыз. Соның себептерін барлығын сіздерге түсіндіретін боламыз. Ең маңызды және ашық айтуымыз керек нәрсе осы. Біз сіздерге оны жасырмаймыз, сіздерге соны толық айтып отырмыз. Алдағы уақытта да түсіндіріп айтуға дайынбыз. Оның өзіндік бірнеше себептері бар, курста барлығын түсіндіреміз. Бірақ кейбіреулеріңіз ойлауларыңыз мүмкін, мысалы 1688-ден басқа, мысалы Alibaba, AliExpress деген сайттар бар ғой. Сол сайттарда төлем жасалады ғой, өздерінің төлем жүйелері бар ғой деп. Олардың төлем жүйелері бар, бірақ олардағы тауардың бағасы мен 1688-дегі тауардың бағасы екі түрлі. Сондықтан да біз басымдықты 1688 сайтына береміз. Одан кейін сіздерге тасымалдау және логистика жөнінде толық ақпараттарды беретін боламыз. Тасымалдаудың шығындарын есептеуді үйренесіз. Қытай ішінде және Қазақстанның ішіндегі жол шығындарын көретін боласыз. Растаможка қалай жасалады, қанша болады, оны білетін боласыз. Одан кейін ары қарай Қазақстанның ішінде біз ары қарай сіздерге қалай жеткізіп береміз. Сол жөнінде сіздерге ақпарат берілетін болады. Бұл жердегі басты маңызды нәрсе, анау Қытайда тұрған, Қытай сайтында тұрған тауардың сіздің қолыңызға жеткенге дейінгі өзіндік құнын, себестоимостьті есептеп шығара білуіңіз керек. Біз сізді соған үйреткіміз келеді. Ары қарай бізде екінші блок басталады. Екінші блокта біз жарнама, маркетинг бөліміне өтеміз. Ең бірінші қарайтын жарнамамыз ол таргетинг жарнамасы. Таргетинг жарнамасының 2 жылдық бізде практикалық тәжірибеміз бар. Сол практикадан өткен, яғни қиындықтарымызды, өзіміздің минустарымызды сіздермен бөлісуге дайынбыз.
біз сіздерге ең тиімді жарнаманың түрлерін көрсетеміз, сапалы тапсырыстарды қалай алуға болатындығын көрсетеміз, қандай жарнамаларды біз тексердік, сол жарнаманы көрсетеміз. Одан кейін кейстарымызды көрсетеміз, яғни кабинетімізді ашып қойып, бізде қандай жарнамалар жүріп жатыр, осы уақытқа дейін қандай жарнамалар жүрді, олардың жеке алған кездегі нәтижесі қалай болды, яғни кейстарымызбен сіздермен бөлісуге дайынбыз. Осының барлығын курста көрсететін боламыз. Екінші блок бізде контекстік жарнаманың блогы, яғни Google-да алдыңғы орынға шығу деген мәселе бар ғой. Google-дан жазған кезде сіздің сайтыңыз, болмаса сіздің ресурсыңыз алдыңғы орынға қалай шығады? Контекстік жарнаманың қандай тиімді жақтары бар? Осы мәселелерді біз сіздерге жеке-жеке көрсететін боламыз. Бұл жерде Google-дың AdWords деп аталатын сервисі бар, сол сервисті қолдануды көрсетеміз. Және басқа да Google-дың қандай жарнаманың түрлері бар, және Google-дың сервистары бар, сол сервистарды қосымша сіздерге көрсететін боламыз. Бірақ негізгі басты жарнаманың түрі ол жаңағы іздеу жүйесіндегі жарнама. Контекстік жарнама Google-дың іздеу жүйесінде бірінші орынға шығу. Қалай шығамыз деген мәселені түсіндіріп беретін боламыз. Одан кейін сайт жасау деген мәселе бар. Сайт жасауды сіздерге үйрететін боламыз. 1 сағатта сайт жасаудың формуласын көрсетеміз. Шаблон сайттарды қалай жасауға болатынын көрсетеміз. Сайттарды ары қарай жарнамаға салып тестілеуді үйрететін боламыз. Жалпы сайттың не үшін керек екендігін және клиентті сайт арқылы қалай сендіруге болатындығын, клиенттің алдындағы сеніміңізді қалай көтеруге болатындығын курста сіздерге айтып түсіндіретін боламыз. Сондықтан да сайт жасау деген мәселені алаңдап жүрсеңіздер, сайт жасау деген ол өте жеңіл мәселе. Оны біз сіздерге үйрете аламыз. Одан кейін арнайы бір блок болады. Ол блок сервис сайттар деп аталады. Немесе өмірді жеңілдететін сервис сайттар. Ол жерде біз сіздерге видео баннер жасауды, гиф баннерлерін жасауды, логотипті жылдам тез жасауды, сапалы суреттерді қайдан табуға болатындығын, сұранысты қалай анықтауға болатындығын, бәсекелестердің жарнамасын қай жерден көруге болатындығын деген сияқты мәселелердің барлығын үйрететін боламыз. Фото-видеоны жүктеу мысалға көп адамдарға қиындық тудыруы мүмкін. Осындай мәселелердің барлығын біз сіздерге кәдімгі бір сабақта арнап 3 сағатта түсіндіріп беретін боламыз барлығын. Қалай жасаймыз, не істейміз, қандай жеңілдік әкеледі бұл сізге, қандай артықшылық әкеледі, жарнамаңызды қалай сапалы етіп жасауға болады, көркемдік жағынан айтып отырмыз да. Мысалы көп адамдар қиналады, баннер жасаған кезде қиналады, мысалы. Баннер жасай алмайды, өйткені Photoshop Corel білмейді, бірақ оның альтернативалары бар, бізде ресурстарымыз бар. Солар арқылы өз баннеріңізді жасауыңызға болады. Бұлардың барлығы өте қарапайым, бірақ сіздер үйреніп алуларыңыз керек, нақты практикалық құралдар болып саналады. Сондықтан да бұның барлығын біз сіздерге курста көрсетіп, үйретіп беретін боламыз. Одан кейін курсқа қатысып, бітіріп шықсаңыз, келесі бонустар сіздерге берілетін болады. Ең біріншісі, бізде клуб болады. Біз клуб арқылы бір-бірімізбен нетворкинг жасаймыз. Яғни клубқа мүше адамдарға біз 2 аптада бір рет тегін өзіміздің сабақтарымызды өтіп беріп отырамыз. Яғни жарнамаға қатысты және Қытай блогына қатысты сабақтарымызды тегін жасап беріп отыратын боламыз. Қажет кезде бізге кеңеске жүгінулеріңізге болады. Яғни Қытай бойынша, маркетинг бойынша сұрасаңыздар, біз сіздерге келген уақытта көмегімізді аямаймыз. Одан кейін біз арқылы дропшиппингпен айналысуыңызға болады. Яғни қойма ұстамай, біз арқылы біздің қоймамызды тегін пайдалану арқылы тауарыңызды сатуыңызға болады. Яғни тауарыңызды қытайдан алдырасыз және біздің қоймамызға келіп қоясыз және сол қоймада сіздің тауарыңыз тұрады. Сол жерден өзіңіз заявка алсаңыз, біздің менеджерлеріміз сіздерге қалаған жағыңызға салып жібере алады. Яғни пойызбен мысалы кез келген Қазақстанның нүктесіне салып жіберуге өте ыңғайлы. Одан кейін курсты бітіріп шықсаңыз, біздің Intersell.kz деп аталатын сайтымыз бар. Сол сайтқа өз тауарларыңызды тегін орналастыруыңызға болады. Осы мүмкіндіктерді пайдаланыңыздар. Бұл мүмкіндіктердің барлығы тек қана сіздер үшін. Біздің курсымызға алдын ала тіркелсеңіз, қазір тіркелу ашық тұр. 3-ші топқа тіркелу басталды. 3-ші топта сіздерді біз көргіміз келеді. Бізбен бірге болыңыздар. Сіздерді 3-ші топта қатарынан көруге өте қуанышты боламыз. Курстың бағасы 50.000 теңге. Жазылыңыздар. Барлық сұрақтарыңызға қосымша біз сіздерге жауап береміз. Осы видеоның астына сілтемесін және осы видеоның астына телефон нөмірлерін сипаттама ретінде қалдырамыз. Хабарласыңыздар, бізбен бірге болыңыздар, бізбен бірге дамыңыздар. Қытайға қатысты сұрақтарыңызды, жарнамаға қатысты сұрақтарыңызды шешіңіздер. Біз сіздерге тек қана практикалық құралдар береміз. Сол практикалық құралдар, кейстер, біздің тәжірибеміз,
сіздерге барынша көмектеседі деген ойдамыз. Курста жүздескенше сау саламатта болыңыздар.